Құрметті менің сүйікті тыңдармандарым, каналыма тіркеліп, лайк басып, әңгіменің соңына дейін тыңдап, қолдап отырыңыздар. Қолына алған істің тағы бірі былтыр көктемде болған оқиға. Ашылмай жатқанына 1 жыл жуықтап қалған. Бұлақты ауылында тұратын адам екен. Аты жөні Алмас Батырақов. Мәйіті өз үйінен табылған. Үйдің іші ат көпір боп шашылған. Шкаф бар ма, сандық бар ма? Әйтеуір ақтаруға болатын жердің барлығын ақтарыпты. Түсінікті, үй тоналған. Үй иесінің аяқ-қолы байлаулы дейді. Қинап ұрып соққан. Сонан соң ғана пышақтап, рәсуа қып өлтірген. Бәрі түгел тәптіштеліпті. Сұрау салулары да жеткілікті. Әлімхан олардың әр сөзіне үңіліп мән бере оқыды. Ауылдастардың бәрі танитынын аңғарылады. Сірә шағын ауыл болғасын шығар. Үйде бір өзі ғана тұратынын, үйленбеген жалғыз басты екенін айтады олар. Бір ауылдасы тіпті оның қызық мінезін әңгімелепті. Ажалының алдында ол үйінің терезесіне темір тор орнатқан екен. Есігінде темірден қойдыртыпты. Неге екенін кім білсін? Ол сонысын көршілеріне мақтана айтып, үйімде ата-бабамнан қалған алтын күміс көп. Сол себепті есік терезені темірлеп жатырмын, деп бөсіпті. Әрине, бұл сөзіне көрші көлем күлгенде қойған. Сенбеген. Сұраққа жауап сонымен тоқтатылыпты. Сұраққа жауаптың осы арасын Әлімхан қайталап оқыды. Ата-бабамнан қалған алтын күміс көп дейді, е? Деп қағаздан басын көтерді. Көршілер сенбеген. Әрине, сенбейді. Алтын күмісі көп болса, адам деген жарияға жар сала ма? Онысы жай қалжыңы да. Алайда, кім біледі? Біреулердің соған сеніп қалуы. О да мүмкін ғой. Өзін өлтіріп, үйін ақтарып жүргені содан болмасын. Қанат Назаров деген жігіт өз машинасымен сол түні түнде ауылдан шығып бара жатқанын көрдім, депті тағы бір куә. Қанатбектің осы ауылдың адамы екенін, бірақ Шымкентке көшіп кеткеніне бірталай жыл болғанын осыдан білді Әлімхан. Қанат деген есім таныс сияқтана бергені. Бір жерді кездескен тәрізді. Қашан, қандай жағдайда? Әйтеуір кездесуі қылмысқа байланысты. Ұрлық па, әлде бұзақылық па? Әйтеуір өлім емес ұсақ нәрсе. Сұрау салу осы арада үзілген. Одан әрі індетіп зерттелмеген. Ауылға неге бардың, не бітірдің, кіммен кездестің, неге кештетіп қайттың деп тергемепті. Тіпті күмәнданбағанда сыңайлау. Салғырттық қой бұл. Одан қылмыс ашыла ма? Тергеуде ұсақ түйек деген болмайды. Кейде бар мәселе сол ұсақ түйекке ілініп тұратын қайтерсің. Ескі дәптерлерін ақтарыстырып отыр. Бар сияқты еді, деп қояды көбірлеп. Міне, тапты. Қанат Назаров. Есіне түсті. Алаяқтың нағыз өзі. Бұрын шина зауыттан покрышка ұрлап сататын ұйымдасқан топ болған екен. Бірақ кейін жең ұшынан жалғасқан күзет толық ауыстырылды да, ұрлық сап тыйылып қалып еді. Мынау да сол топтың бір мүшесі. Жаңадан қойылған күзетпен келісу қиындап қалған соң алаяқтық жолға түскен. Зауыт ақаулы болып шыққан жарамсыз дөңгелектерді арнайы қоқыс алаңына тастайтын. Бұл соны теріп алып жұртқа алдап сатады. Жарамсыз затты алдап сатуға да ептілік керек. Қанатбек соны меңгерген. Арнайы қоқыс алаңына жан баласы жолай алмайды. Бұл сұмпайы соған жол тапқан. Теріп алған дөңгелектерді де ақауы көрінбейтін етіп, төртеуін қосақтап байлап, Ташкенттің өзбектеріне алдап өткізеді. Сол Қанатбек Назаровты бір күні қоқыс алаңына кірген жерінен ұстап әкеп, тергеп, тексеріп, жұртқа алдап жарамсыз дөңгелек сататын алаяқтығын мойындатқан тұғын. Оның саусақ таңбасы, фотосы ақпараттар базасына тіркелген. Үйінің қай ауданда екенінде анықталған еді. Нақты мекен жайы бұрынғы жұмыс дәптерден оңай табылды. Ертеңіне Әлімхан сол мекен жайдан Қанатбекті іздеп барса, мүлде басқа біреу шығып тұр. Үйді сатып алғам дейді. Қанатбек Назаров
дегеннің қайда кеткенін хабарсыз. Көрші көлемнен сұрастырып жүріп, Сарыағашқа шығар бағыттағы Қазығұрт шағын ауданынан пәтер сатып алып, соған көшіп кеткенін білді. Нақты мекен жайын ешкім айта алмады. Әлімхан осы істі жедел уәкіл Камил Ахмеровқа тапсырды. Өйткені Қанатбек Әлімханды жақсы таниды. Егер ол өзін полицияның іздестіріп жүргенін сезіп қойса, мүлдем қарасын батыруы мүмкін. Жалғыз іліктен айырылып қалармын деп ойлады Әлімхан. Қанатбек Камилді танымайды. Сондықтан сезіктенбейді. Ал Камил болса, бірер күннен кейін ентігіп келіп тұр. Не болды, таптың ба? Дейді Әлімхан үміттене қарап. Ізіне түстім. Қазығұрт жақта тұрады екен. Бір адаммен таныстым. Одан сұрастырып көрсем, Қанатбекті сыртынан білем дейді. Көрші қызға бірер мәрте келген көріпті. Сөйтсем, көрші қыз дегені біздің Түркістандікі. Қызық болғанда ода татар. Тез-ақ таныстық. Аты Фатима. Татарды алыстан танымай ма? Деп Камил күліп алды да. Бірақ ол қызды кафеге апарып біраз шығындалдым. Еңбегім қайтқан сияқты, бірақ ол Қанатты жақсы біледі екен. Араласы бар. Әзірге сыр алдырмадым. 3-4 күннен соң тағы жетті Камил. Мәссаған, бұлардың қылмысы көп сияқты. Оған Фатиманың да қатысы барға ұқсайды. Сыбайлас, былайша айтқанда. Сен бұлай қыл, деп ақыл берді оған Әлімхан. Қызды бір күні кафеге апар. Ішкіз, өзіңде іш. Сосын маған хабар бер. Бірер күннен кейін түнгі сағат 10-дарда үйдің телефоны шырылдап қоя берді. Камилдің дауысы. Әлімхан ұйқыға жатуға ыңғайлана берген тұғын. Алеке. Камил, сенсің бі? Қайдасың? Кафеде, анада айтқан кафе. Ақ гүлдар ше. Болды, түсіндім, қазір. Осы кафе қашан көрсең адамға толы. Ақ гүлдер деген аты болмаса, төбесі аласа, жарығы кем күңгірт. Арақ шарабы арзан болғандықтан қалтасы жұқалар үйір. Камил мен Фатиманы залдың бұрышынан қалтарыстағы үстелден тапты. Екеуі де көңілді. Фатима күле береді. Тәп-тәуір сілтеген сияқты. О, менің досым, деп орнынан тұра берді Камил. Айеке, Айбек досымның аты, деп қызға қайырылды. Во, мынадай жігіт. Сосын Әлімханға бұрылып көзін қысты. Арақ па? Не ішесің, айтшы? Ой, араққа зауқым жоқ. Мынау менің землячкам, танысып қой. Айбек. Фатима. Сыра ішші тым болмаса. Жарайды, бір саптайық. Неге ішпейсің, Айбек? Деп сылқ-сылқ күлді Фатима. Бірақ маған ішпейтін жігіттер ұнайды. Жұмыссыз жігітке ішу жараса ма? Соқталдай жігіт, үйші жұмыссыз. Фатима басын шайқап қойды. Қыз болса бір жөн. Сен де жұмыс таппай жүрсің бе? Жоқ, менің жұмысым бар. Деп себепсіз мол күлкінің тізгенін тағы бір жіберіп алды Фатима. Менікі сауда ғой. Менің қолымнан сауда келмейді. Не сатасың сонда? Фатиманың мықты достары бар. Солар тауып береді екен, сататын товарды. Деп Камил осы арада сөзге араласты. Сен олай деме, айтпа оларды. Деп басын шайқап сықылықтай күлді Фатима. Болмайды айтуға. Сол кезде даяшы жігіт көпіртіп 3 бақыл сыра алып келді. Әлімхан сырадан бірер ұрттап алдына қойды да, неге болмайды айтуға, деді. Ой, керек емес, олар бандиттер ғой. Менің профессиям сияқты екен. Фатима мән мағынасыз тағы да күліп алды. Масая бастаған сияқты. Шын ба? Бандитсің ба? Хе-хе, ой, шегім-ай, қолыңнан не келеді сонда? Ұру, соғу, тонау. Хе-хе, ой, шегім-ай, сен случайно мент болмап едің? Бұрын. Менттен шығады ондай. Анауда бұрын мент болған дейді. Сен оны менің досыммен таныстырсай, деді Камил. Сөйтші. Көрем. Танысу үшін кафеге шақыр. Ол бірақ мынадай арзан кафеге келмейді. Мә, ол деген ағасы бұрын фабриканың бастығы болған, әбден шалқып өмір сүрген жігіт.
Қазір ғой жағдайы болмай жүргені. Фабриканың бастығы? Қайсы фабрика? Мақта мата фабрикасы ше? Ой, ол фабрика қазір жоқ. Фамилиясы кім? Мен білмеймін фамилиясын, деп тағы да сықылықтап күліп алды. Аты Мәлік әйтеуір. Осыдан соң әр әңгіменің басын бір шалып отырып, түнгі 12-ні болдырыпты. Тағы да бір бокал сыраны төңкерген олар Фатиманы ортаға алып тысқа шықты. Әлімхан көшеден такси ұстады. Фатиманы үйіне жеткізіп салып тұрып, Мәлікпен таныстырасың ғой, е? Деп еді Фатима. Онымен таныспай-ақ қойша, деді күлкісін кілттейді. Олар қолдары қанданған адамдар. Істейтіні қылмыс. Онысын кейін білдім. Жақында Түркістанға кетем. Байланысты үздем олармен. Сондай ма? Деп басын шайқады Әлімхан. Так что, керек емес танысуға. Фатима жалт бұрылып кете барды. Кетіп бара жатып, мойнын бұрып қарады, қолын бұлғады. Ертеңіне сұрастырып, зерттеп қараса, бұрын дүркіреп жұмыс істеп тұрған мақта мата фабрикасын Шәріп Бүркітбаев деген азамат басқарыпты. Оның Мәлік атты інісі барада белгілі болды. Ол өзі шынында милиция мектебінде оқыған. Бірнеше жыл милицияда жұмыс істеген, бірақ ақша жасаумен айналысып кеткен себепті қызметінен қуылған жігіт боп шықты. Қазір тұрақты жұмыс істемейді. Демек, Фатима айтқандай қарақшы. Бұлардың Бұлақтыдағы адам өліміне қатысы болуы әбден мүмкін. Олай дейтіні, оқиға болған үйде саусақ таңбасы қалмаған. Ілік қылар бірде-бір белгі табылмаған. Милицияда істеген адам білетін жайттар. Демек, ойластырылған қылмыс. Оларды алып барған Қанатбек Назаров болуы мүмкін-ау. Алмас Батырақовтың үйде ата-бабамнан қалған алтын күміс көп деген сөзін осы Қанатбек болмаса Мәлік қайдан біліпті? Бұлардың қылмысқа қатысын әбден анықтап алмайынша, сезік тудырмай, бақылай бергеннен басқа амал жоқ. Осылайша 1993 жылдың қарсыз қаңтары да өтті. Ақпан болса, бірде мүйіз, бірде киіз. Камил күні-түні Қанатбектің ізін аңдуда. Оны бүгін-ақ құрықтап, Бұлақтыдағы оқиғаға қатысын анықтауға болар еді. Алайда, қылмыстық топты шошытып алса, мәселе шиеленісіп кетуі әбден мүмкін. Олардың Бұлақтыға қатысы болмаса да, басқа қылмыстары бары анық екені біліне бастады. Бірақ тап басып айтар дерек жоқ. Талмау тұстан мықтап ұстау керек. Әлімхан бүгін жұмыс бабымен ертелетіп Жетісай қаласына келді де, түс ауа Шымкентке қайта жолға аттанды. Қаладан шыға бере, жолдан аулақ темір-терсек қабылдайтын аулаға көзі түскен. Сонда жеңіл көліктің шанағы қызарып жатқанын байқап қалып, ерінбей солай бұрылды. Жигулидің қаңқасы. Қажет жерлерін кесіп алған. Жұрнағы жатыр. Балғамен соққан болу керек, нөмірі анық емес. Танылмайды. Әдейілеп бүлдіріп өшірген. Демек, ұрлықы болғаны. Олай болмаса, нөмірін өшіріп әлек бола ма? Металы қабылдаушыға көлік қаңқасы тиеп жібермеу керегін қатаң тапсырып, жолға шықты. Нөмірі өшірілген қызыл шанақ үйге келген соңда есінен шықпай, көз алдында тұрып алса болар ма? Түннің бір уағына дейін ұйқысы қашып, көзі бақырайды да жатты. Ертеңіне ертелетіп басқармаға бара сала, көлікке қатысты ашылмай жатқан қылмыстарды көтерді. Ондай қылмыс 3 екен. Бір Волга, 2 Жигули. Жигулидің бірі көк, екіншісі қызыл. Екеуінің де нөмірлері анық. Бұның өзі 2 жыл бұрынғы қылмыс. Сарағаштан қызыл Жигулимен шыққан мосқал еркек жоқ болып кетеді. 3 айдан соң сүйегі Ордабасы тауы жақтан табылыпты. Қой бағып жүрген жергілікті тұрғының бірі көріп, полицияға хабарлаған. Мәйітті қарсақ па, түлкі ме? Көмілген жерінен тырналап қазып, аяғын сыртқа шығарып тастапты. Кейін оның Сарағаштан көлікпен шығып, жоғалған адам екені анықталады. Ал оны кім өлтірді, машинасы қайда? Ешкім білмейді.
қылмыс солай ашылмай қалады. Сонымен жылы жауып қойған сыңайы бар екен. Егер бұл жоғалған шалдың көлігі болса, Жетісайда қайдан жүр? Иесі болса, Ордабасы тауы жағында жатыр. Сарыағашта тұратын шалдың ұлын шақырып, қаңқаны көрсеткенде, тап басып тани алмады. Сол ма, сол емес пе? Не көп, қызыл Жигули көп. Оның үстіне алды-артының саутамтығын қалдырмай, жырым-жырым қып кесіп ала берген. Төбесі де ойылған. Шалдың ұлы олай айналып, бұлай айналып, басын шайқады. Танымады. Үміті үзіліп кері қайтқан. Едәуір ұзап кеткенде, «Әлеке, есіме түсіп отыр. Қайтып бара аламыз ба?» Алдыңғы оң жақ отырғышты ұстап тұратын тетік сынып кетіп, әкем өзі дәнекерлеп жасап алып еді. Сол жерін көрсек, деді шалдың ұлы. Қайтып баруға тура келді. Айтқаны рас екен. Зауыт бояуының үстінен дәнекерлепті. Соны көрген жігіт, «Әкемнің машинасы», деп қаңқаны сипап көңілі бұзылды. Көп ұзамай, Жетісайдағы машина жөндеу шеберханаларының бірінен қызыл Жигулидің артқы дөңгелек қорғанышы крылосы табылды. Қаңқаға салып қарағанда, содан қиып алынғаны белгілі бола кетті. Көлік ұстасы қаңқаны тағы бір шеберханада моторшы болып жұмыс істейтін Ерназар атты танысынан сатып алғанын айтты. Ал Ерназарға жүріп тұрған күйінде Берік деген жігіт сатқан. Арзанға, құжатсыз, мемлекеттік нөмірсіз. Бір қырғыз қарыз боп қалып содан тартып алдық. Сондықтан ешкімге көрсетпе, бөлшектеп сат, деп Берік шынын айтыпты. Берік осы Жетісайдың жігіті, бірақ қазір Шымкентте. Адресін білмеймін, деді Ерназар. Бұл бір үлкен жұмбаққа айналды. Беріктің кім екенін анықтауға жігіттердің бірі Жетісайға аттанды. Бұл туралы Жетісайдың милицияларына айтуға болмайды. Камил, бұл біздің Фатимамен бірге жүріп, қылмыстық топқа дендеп ене бастап еді. Оны бұрынғы милиционер Мәлік Бүркітбаев басқаратыны анықталды. Бірақ олар әлі күнге күдік алар ісін байқатпай шаршата бастаған. Сәл сабыр етейік, дейді Камил. Жүрегім сезет, бұлар өте әккі, тіс қаққандар сияқты. Соны айтқаннан кейін Камил 3 күн қатарынан жұмыста көрінбей қойғаны. Хабарсыз. 4-ші күнге ұласып бара жатыр. Дүйсенбі басқармаға келген. Содан бері жоқ. Міне күн жұмаға ауды. Аранда қалмас етті, деген ойға кетті Әлімхан. Ақпанның 21-і, айдың 3-ші жексенбісі. Әлімхан үйде демалып жатқан. Түстен бастап қар аралас жаңбыр төпеп берсін. Мұндай кезде көшеге шыққым келмейді. Терезеден қарап, жылы үйде отырған жақсы. Үйдің телефоны шыр ете қалды. Әлі? Әлеке? Камил, қайда жүрсің? Тірісің ба? Ау, мен деген... Бастықтар Ахмеров қайда деп жанымды алып жатыр. Тым болмаса, хабар беріп қоймайсың ба? Мен деген аналармен бірге жүрдім. 3 күн бойы. Қалай хабарласам? Тез кел, болды. Бәрі дайын. Әлімхан қарға да, жаңбырға да қарамай басқармаға тартты. Камил күтіп отыр екен. Бір парақ қағазды Әлімханның алдына тастады. 9 адамның аты жөні, мекен жайы жазылған тізім. Басында Бүркітбаев Мәлік тұр. Фатима мен Қанатбекті қоспағанда тағы 6 адам. Бұлақтыдағы убийство осылардікі екен. Қайдан білдің? Фатима айтты. Біз Бұлақтыға саған сеніп бардық, деп Мәлік оның сазайын тарттырыпты. Содан бері Мәліктен қорқады, дейді. Әлімхан оларды дәл бүгін қар мен жаңбырда үйде отырған кезде ұстау керек деп шешті. Әрбір қылмыскерге 2-ден 3-тен жедел уәкіл жасақталып, кешкі сағат 6-да ұстау операциясы басталды. Кабинетке Қанатбек Назаровты әкелгенде ол Әлімханды бірден танып дірілдеп кетті. Бірер жыл бұрында осы капитанның алдында дәл осылай сүмірейіп отырған. Тағы тап болды. Әлімхан оны әдегінде сұрақпен көміп тастамай, әуелі бас аяғын шолып өтіп, көзіне тіке қарады.
кім екені адамның қарашығында жазулы тұратын біледі. Сол жазуды оқуға асық. Көбісі көзін алып қашып, ішіндегісін оқытпауға тырысады. Ол сонысымен-ақ көп нәрсені сездіріп қоятын аңғармайды. Дегенмен, қармаққа ілген балықтай назарын бері бұруға мәжбүр ете алсаң ғой. Бір сәтке ғана. Сол кезде сен де көзіңнен ойыңды оқытып үлгересің. Оған ойша зілді бұйрық бересің. Сонан соң алдыңа келген қандай адам болса да сайрамай тұра алмайды. Қанатбек те солай арбалып отыр. Сен не үшін әкелді мұнда? Біліп отырған шығарсың. Ол білем дегендей басын үнсіз изеді. Сен жауабыңды мимикамен айтпа, даусыңды шығарып айт. Ұрлыққа мал сатқаным үшін, бірақ мен емес еді ұрлаған, басқа адам. Ұрлықты қоя тұр. Убийствоны айт. Алмас Батырақовты танисың ғой? Оны өлтірген мен емес едім. Мен өлім туралы айтқан жоқпын. Демек, оны өлтіргенде сол жерде сен де болдың, дұрыс па? Менің кінәм, оның үйінде алтын бар дегенім, байқамай айтып қалыппын. Жұрттан естігенім еді. Мені қорқытып апарды. Үйді көрсетесің, есікті аштырасың деп. Айта бер, сосын не болды? Бәрін айт. Кім өлтірді? Мәлік пен қасындағысы өлтірді. Өлтірем демеп еді. Анау өліп қалыпты. Үйден алтын таба алмады. Бөгелме, сосын қасында кім болды? Қайрат пен Нұрлан. Басқа адам болған жоқ. Немен бардыңдар? Менің машинаммен, бірақ мен Алмасқа қол қатқаным жоқ. Мәліктің тағы қандай қылмыстары бар? Мен білмеймін. Мен сат деп берген заттарын сатам. Машина саттың ба? Машина сатқан жоқпын. Машинаны берік сатты. Қайда сатты? Білмеймін. Қанатбектің жауабына қаныққан соң, анадағы ойым дұрыс екен деп өзіне өзі разы болып отырды да, ең бастысы қисынды болжам жасау, деді Әлімхан Камилге. Қылмыс әлемі мен қоғамның жағдайына да қанық болған жөн, деп қосты Камил. Оған дау бар ма? Жігіттер Мәлікті қайтты екен, тапты ма екен? Ол өте сақ бәле, сытылып кетпесе жарады. Сытылып қайда барады? Ерте ме кеш пе, әйтеуір бір күні ұсталады. Тек уақытты созып әуре ететін болмаса. Осы кезде кабинетке жедел уәкілдің бірі Фатиманы алып келді. Ол милицияның формасында отырған Әлімхан мен Камилді көріп, көзі бақырайып тұрып қалсын. Оның көзінде қорқыныштан гөрі қайран қалу басым еді. Бірақ жағдайды жылдам ұқтыма, сабасына түсуі тез болды. Мәлікпен таныстырам деп едің, уәдеңде тұрасың ғой, деп күлді Әлімхан оған. Фатима бөгеліп барып, сендердің милиция екендеріңді білгенде анадақ айтатын едім. Өзімде құтылуды ойлап жүргем. Өткенде айттым ғой, деді. Енді білдің, айта бер, қандай қылмыстары бар? Бұлар қарақшылықпен үй тонайды. Жайылымда жүрген жылқыларды үйірмен айдап кетеді. Бірақ нақты қашан, қалай, білмеймін. Иесін өлтіріп, машинасын сатып жіберген де бар. Кастроповтарға. Енді біле бастадым. Қанатбек маған олардан ұсақ-түйек заттар алып беретін. Базар жағалап, соны сатып жүрдім. Мені басқа істеріне араластырмайды. Бар білгенім осы, деді Фатима. Түн ортасында Мәлік Бүркітбаев кісендеулі күйі уақытша ұстау абақтысының табалдырығын аттады. Ұзын бойлы, мығым, сүйекті жігіт. Мынау нағыз милиция болатын адам екен. Әттең түскен жолы арам, деп ойлады Әлімхан. Мәке, деді сосын қарама-қарсы отырған Мәліктен көзін айырмай. Сен туралы сұрастырып білдім. Милиция мектебінде оқыпсың. Милиция болыпсың. Жасымызда қарайлас екен. Осал жігіт емессің. Саудаласып салғыласып қайтеміз. Бұлақтыдағы адам өлімі сенікі екен. Соны мойында. Дәлелің бар ма? Куә бар. Куәні қолдан жасай салуға болады. Куә өз адамың, Қанатбек. Ол не айт десең, соны айнытпай айтып беретін қорқақ адам. Заттай айғағың жоқ. Жала жауып отырсың.
Полицияның ішкі әдістерін білесің ғой. Не қыласың? Бұлтаққа салып. Қорқыттың келе ме? Қорқыту менің де қолымнан келеді. Әйел балашағың бар ғой, соларды ойла. Жалғыз бұлақты емес, қылмысың көп сенің. Өмір бойы отыруға жетеді. Сарағаштан шыққан қызыл жүгілі есіңде ме? Соның қаңқасы біздің қолда. Ол заттай айғақ емес пе? Оны Жетісайға апарып сатқан жігіт көрші камерада отыр. Мен енді сөйлемеймін. Адвокатым өзіне жолығады. Одан да келісейік. Басқа қылмыстарыңа көзімді жұмам. Қызыл жүгілі мен бұлақтыны мойның аласың. Әйтпесе, бізге одан әрі жұмыс істеуге тура келеді. Мәлік солқ түсіп отырып қалды. Әңгіменің соңы тыңдағандарыңыз рахмет.